Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге картошкадан фри жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет картошканы, 4-5 картошканы қыршып алдым, тазалап, осылай тураймын. Картошкамызды осылай турап алдым. Енді оны соломка етіп кесіп шығамыз. Картошкаларымызды турап болдық. Енді оның үстіне бір қасық тұз салып, 5-10 минутқа қалдырып қойып қоямыз. Минут тұрған картошканы енді алып, жақсылап мұздай суда жуып аламыз. Жақсылап араластырып жуамыз. Енді жуылған картошкаларымызды кептіріп алу үшін столдың үстіне осылай салфетка жайып, үстіне картошкаларды осылай салып шығамын. Оның үстінен салфеткамен басып, кішкене суын кептіріп аламыз. Туралған картошкаларымызды кептіріп алғаннан кейін, оны бір тарелкаға салып, үстінен қызыл бұрыш сеуіп шығамын. Осылай жақсылап араластырамын, дәмі керемет шығады. Майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майдың үстіне картошканы салып, қызарғанша қуырамыз. Осымен міне біздің фриіміз дайын болды. Қызартып қуырып алсаңыздар, балалар сүйсініп жейтін болады. Үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Жасап көріңіздер. Дайын болған фридің үстіне аздап тұз себемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.